Табысқа жетушінің табысқа жетуіндегі себеп оның уақытты ұта біліп, әр адамда болатын негізгі туа бітті талантын сәулелендіре алғандығында. Табысқа жеткендерге ортақ мынадай жай бір принцип бар. Атап айтқанда, оңай оспақ қол үзе салмау. Таратып айтсақ, даңқы шыққан, нәтижесі көрнекті спортшының да салыны суға кетіп, үнжұрғас түсетін кездері болады. Осы кезде тек табандылық істеп алған бетінен қайтпаған адам ғана кешегі биігінде қалып, соңында табысқа жете алады. Өзге салаларда әрине дәл осындай. Табысқа жеткендердің бәрі мәңгі жеңілдім демейтін, мәңгі алған бетінен қайтпайтын жандар. Іс жүзінде жол ортада тоқтап, тоқырап қалудың себептері енді өте көп қой. Біреулер өз дарыным сәулеленбеді деп томшып жүреді. Ал енді біреулердің ары қарай жалғастыра беруге ерлігі мен сенімі жетпей қалады. Осы себептерді бір ауыз сөзге жинақтар болсақ, ол біздің сеніміміздің кемдігі. Сондықтан тоқыраудан сақтану үшін сөз жоқ, өзіміздің іскерлігімізге, өзіміздің қабілетімізге, өзіміздің адамгершілігімізге, адамдығымызға сене білуіміз керек. Сонымен табысқа жеткен шақтағы бейнеңді қашанда есіңнен шығармауың керек. Сонда ғана өзіңнің бұлжымай құлшынуыңа бір қозғаушы күштің жебеуші болып тұрғанын сезіне аласыз. Қашанда біз өмірге еркін және ынталы позициямен араласа білуіміз керек. Бұл арада айтылған еркін дегеніміз дербестік болуды, өзіңді өзің меңгеріп, өзің шешім жасауыңды, қимылдауыңды көрсетеді ғой. Ал ынталы дегендік алға ұмтылу, арнымызды меңзейді. Адамзаттың қабілеті шекті. Ынталы позициядағы адам оны мүмкіндіктің барынша өдеткісі келеді. Белін бекем буып, құлшына істеп, екінің бірінде ойламаған жерден нәтижеге қол жеткізеді. Бірақ іске кіріспей жатып, сенімнен айырылатындар да көп бізде. Мұндайда табысқа жету мүмкін емес. Бір рет дәлейі келген күнде де келесі жолы тағы да солай бола беруі әрине екіталай. Әрине, айтпақшы болған ойымыз сенім, адамды алға ұмтылуға жебейтін қозғаушы күш. Қадірлі тыңдарман, сенім болғанда ғана табыстың тауы жетер биігіміз әрине алыс кетпейді.